Ассалаумағалейкум. Кері байланыс. Бүгін ары қарай пікірлеріңізге жауап беремін. Украина соғысына қатысты жиі айтылатын пікірлердің бірі, Украина біз үшін соғысып жатыр. Бұл соғыстың ұзаққа созылғаны тиімді, өйткені ол ұзаққа созылған сайын, уақыт өткен сайын Ресей әлсірей береді, сөйтіп ақыр соңында олар бізге тиіспейді. Бұл пікірді мен көп адамнан естимін, көп адамдар оны жазады, айтады. Мұнда екі нәрсені ескеру керек. Бірінші, Украина біз үшін соғысып жатқан жоқ. Олар өздері үшін соғысып жатыр. Біз үшін ешкім соғыспайды. Тек біз өзіміз ғана. Біз өзімізден басқа ешкімге керек емеспіз. Қазақтың мәселесі тек қазаққа ғана керек. Ешкім біздің мәселемізді шешіп бермейді. Бізді ешкім қорғамайды. Біз тек өзімізді ғана қорғауымыз керек. Осы нәрсені жақсылап біліп алыңыздар, ешқашан естен шығармаңыздар. Ешкім қазақ үшін соғыспайды, қазақты қорғамайды. Сол үшін бізге өзімізге дайындалу керек. Ол бір. Екінші, уақыт өткен сайын Ресей әлсірей береді, содан кейін бізге шабуыл жасамайды деген ол үлкен адасу. Шын мәнінде уақыт өткен сайын Ресей керісінше күшейіп жатыр. Оны уақыт көрсетті. Бәріңіз соны көріп отырсыздар. Өткен жолы мен соны айттым. Уақыт өткен сайын керісінше Украина әлсіреп жатыр. Оларда адам саны шектеулі, техниканың саны шектеулі, экономикасы қазір ауыр жағдайда, қарызға соғысып жатыр. Еуропа мен Американың беріп жатқан көмегі өте шектеулі және күннен күнге азайып бара жатыр. Ал Ресей болса өзінің соғысқа жұмсайтын бюджетін керісінше көбейтіп жатыр. Қазір олардың экономикасы тәуелсіз. Олар экономиканы түгелдей соғысқа бағыттаған, соған қызмет етіп жатыр. Еш қиналмай, тағы керек болса 3 жыл соғыс алады, 5 жыл соғыс алады. Оларға ол ешқандай қиындық тудырмайды. Сондықтан қайткенде де бұл соғыстың ұзаққа созылғаны бізге де, Украинаға да тиімсіз. Және тағы да бір маңызды нәрсе, осындай сөздерді айтып жүрген адамдар, олар не қорқақтық, не бейқамдық танытып отыр да. Өйткені біз шын мәнінде Украина біз үшін бәрін істеп берсін, әйтеуір бізге тиіспесе болды деп өзіміз күтіп отырмыз да, солардың ауыздарына қарап. Олар біз үшін Ресейді жеңіп берсін, бізге ештеңе істеудің қажет жоқ деп өздеріміз дайындалмай, жайбарақат диванда жатып, шай ішіп жатырмыз. Ол үлкен бейқамдық. Егер біз осы уақытты керісінше тиімді пайдалансақ, Украина соғысып уақыт созған сайын, біз сол уақытты тиімді пайдаланып, өзіміз қорғанысқа дайындалып жатсақ, онда түсінуге болады. Ал өзіміз түк істемей жатып, осылай айтқан дұрыс емес. Біз әйтеуір өзімізді сақтап қалғымыз келеді де, ал Украина қырыла берсін, олар соғыса берсін, неғұрлым ұзақ соғысса бізге жақсы, украиналықтар қырыла берсін, өле берсін, әйтеуір бізге тиіспесе болды. Бұл өзімшілдік. Біздің Украинадан қай жеріміз артық, айтыңыздаршы. Олар да біз сияқты адамдар. Олардың ешқандай жазығы жоқ. Олар сонда өле беру керек, ал біз аман қалуымыз керек, солай ма? Бізге ең бірінші өзімізге қамдану керек. Мен түсінемін, біздің қазір жағдайымыз мәз емес. Халықтың қолынан көп нәрсе келе бермейді. Бәрі биліктің қолында. Бірақ өз қолымыздан келгенше бір талпыныс істеу керек. Ең болмағанда әрбір үйде, әрбір отбасында төтенше жағдайға арналған бүкіл дайындық жұмыстары жүргізілді ме? Мысалы, Құдай сақтасын, ертең Украинадағыдай жағдай басталып кетсе, онда елде хаос болады, бүкіл логистика тоқтап қалады, азық-түлік тапшылығы болады. Сол күнге арнап бізде консервілер дайын тұр ма? Қап-қап ұн, күріш, қарақұмық сияқты сондай азық-түлікті біз дайындап қойдық па? Төтенше жағдай болса, сөмкемізді алып үйден жүгіріп шығып тығылатындай сондай мүмкіндікті біз жасап қойдық па? Егер біздің үйлерімізді атқыласа, біздің энергетикалық нысандарымызды атқыласа, Украинадағыдай энергетикалық қиындықтар туындаса, онда бізде сол күнге арнап сіріңке, шам, қолшам, аккумулятор, пауэрбанк солардың бәрі дайын тұр ма? Егер үйлерімізді атқыласа, сөмкені тез алып үйден жүгіріп шығатындай мүмкіндік бар ма? Жылы киім, шатыр, тағы да сондай ең қажетті заттарды біз дайындап қойдық па? Құжаттардың көшірмесі деген сияқты. Соның бәрін біз істедік пе? Соның бәрін дайындап қойған қазақтарды мен әлі кездестірмедім. Осының бәрін қамдап қоймай, дайындап қоймай, біз қалайша осылай жайбарақат жүрміз? Ой, Украина соғыса берсін, біз үшін олар Ресейді жеңеді, қайткенде де ақыр соңында Ресей жеңіледі, бізге еш уайымдаудың қажеті жоқ деп жүрміз. Шайымызды ішіп, жайбарақат күліп, тойлап, Тіпті шынында да солай болғанның өзінде, шынында да Украина Ресейді жеңеді деп айтайықшы, сондай жағдай болғанның өзінде де бәрібір бізге дайындалу керек. Өйткені ондай нәрсе ешқашан артық болмайды. Бір Құдай біледі ертең не болатынын. Ең ауыр сценарийге әрқашан дайын болу керек. Сондықтан ондай пікірлеріңізді айтып жатқандарыңыз ол дұрыс емес. Бізге қазірден бастап сол уақытты тиімді пайдалану керек. Және Украина біз үшін соғысып жатыр, олар уақыт созып жатыр деп айтып жатқан адамдар, сіздер өз тарапыңыздан Украинаға көмектестіңіздер ме? Бір донат жіберіп, мен мысалы өзім донат жібере алмаймын, менің ондай жағдайым жоқ. Бірақ біз одан басқа не істей аламыз? Біз Ресей тауарларына бойкот жариялай аламыз. Оны біреу істеді ме?
Менен басқа бір қазақ соны істеді ме? Мен тиктокта ғана бір видео көрдім, бір солай істеген. Одан басқа ешкімді көрмедім. Ресей тауарларын алмаңдар деп соны үгіттеп жүрген, өздері солай Ресей тауарларын алмай жүрген адамдар бар ма? Ресейдің компаниялар қызметтеріне жүгінбей жүрген ондай қазақтарды мен кездестірмедім. Бірде бір адамның дүкенде жүріп, тауардың артында қай жерде өндірілгенін соны оқып жүргендерін мен әлі көрмедім. Ондай адамдар бар шығар. Ондай адамдар бар деп ойлаймын мен өзім. Бірақ олар тым аз. Егер ондай адамдар көп болса, мен оларды кездестірер едім. Бірде бір видео жоқ, бірде бір үндеу жоқ ондай соған бағытталған. Онда осының бәрін істемей жатып біз қалай Украина алға, олар жеңіске жетеді деп, оларды қолдау керек деп, осының бәрін біз қалай айтамыз? Айтыңыздаршы. Өз тарапымыздан ешқандай әрекет жоқ. Ешқандай дайындық жоқ. Сөйте тұра осындай сөздер айтып жатырмыз. Бұл нағыз балалық, бұл бейқамдық. Осындай түрмен біз қалай ел боламыз болашақта? Қалай біз өз елімізді қорғаймыз? Ең қарапайым нәрсені істей алмай жатсақ. Содан кейін маған айтасыздар, сен қорқақсың, сен сатқынсың, соғыс басталса сен қашып кетесің деп неше түрлі сөздер айтып жатсыздар маған. Өздеріңіз дайындалып жатсыздар ма? Соны айтыңыздаршы. Ары қарай көптеген адамдар жазып жатыр, Украина дұрыс деп жатыр, Зеленский дұрыс деп жатыр, жеріңді қайтару үшін қас қан қалғанша соғысу керек деп, өз жерің үшін өліп кетсең де обал емес деп. Мен түсінемін, иә, жер біз үшін қасиетті, жер үшін, отан үшін өз жаныңды берген ол мәртебе, мен түсінемін оның бәрін, бірақ оның бәрі нәтиже берсе, ол бір жөн. Мен өткен жолы сіздерге бәрін түсіндіріп бердім. Украина 2 жыл бекер соғысты. Басында олар жердің 3/4 қайтарып алды. Оның бәрі бекер болған жоқ. Бірақ ары қарай 2 жыл олар бекер соғысты. Сондықтан мұнда бір нәрсені түсіну керек. Соғыста өлу ол оңай нәрсе. Оған үлкен ерліктің қажет жоқ, үлкен ақылдың қажет жоқ. Тіпті қорқақ адам да керек болса соғыста барып өле салады. Мен де керек болса барып соғыста өле салам. Мен үшін ол тіпті оңай жолда. Мен өзімнен бүкіл жауапкершілікті алып тастаймын да. Мен өз қолымнан келгенін істедім, бардым да өле салдым. Ал менің артымда қалған адамдар, олар қалай өмір сүреді? Олар біздің елімізді қалай қалпына келтіреді? Қалай соның бәрін дамытады? Мен соны ойладым ба? Мен өзім оңай жолды таңдап тұрмын да, барам да өле салам, қалғаны менің шатағым емес. Солай ма? Ең қиыны соғыста өлу емес, ең қиыны аман қалып, соғыста қираған елді қалпына келтіру, оны ары қарай дамыту. Ең қиыны сол. Ең ауыр жауапкершілік сол адамдардың мойнында. Ал соғыста өле салған адам жауапкершілікті өзінен алып тастайды да сол адамдардың мойнына жүктеп қояды. Қайталап айтамын, егер адамдардың өлімі соғыста нәтиже берсе, оның бәрі бекер емес. Ал егер ол ешқандай нәтиже бермесе, соғыстың мәні жоқ екені түсінікті болса, онда адамдарды бостан босқа қырған дұрыс емес. Қанды қаңтарды еске алыңыздаршы. 2022 жылы 5 қаңтар күні Алматыда 2 топ жастар көшеге шықты. Бір топ Төле би Момышұлы жақтан шықты да Төле би көшесінің бойымен қалаға қарай беттеді. Екінші топ кейін Сайын көшесінен жоғары қарай барып республикалық алаңға қарай барды. Сол 2 топтың екеуінде арандатушылар бастады. Олар әдейі осылай жастарды жинап көшеге шығарды, биліктің тапсырмасын орындап. Сонда біздің сол ер жүрек жастарымыз отан үшін, еліміз үшін деп шықты, ештеңеден тайсалмай алаңға барды, арандатушыларға еріп соған алданып қалды да, содан кейін олардың бәрін сол жерде мергендер атып тастады. Асқан жауыздық танытып, біздің жап-жас жігіттерімізді, қыздарымызды сол жерде алаңда бәрін аямай атып тастады. Бүкіл алаңды сол жерде қан жоса қылды. Сонда қаншама біздің жүздеген қазақтың жастары, ер жүрек батыр жастарымыз қыршын кетті. Бостан босқа сол жерде шейіт болды. Егер олардың өлімдері бір нәтиже берсе, түсінуге болады. Бірақ олар сол кезде біздің биліктің сондай қу ойынына алданып қалды да, арандатушыларға еріп кетті. Ал егер сол жастар аман қалса, олар болашақта елімізге пайдалы қызмет етер еді. Олар отбасын құрып, ұрпақ қалдыратын еді, қазақтың санын көбейтетін еді. Одан елімізге көбірек пайда істейтін еді де, олардың аман қалғандар дұрыс болар еді. Қазақта мақал бар: айласыз батыр алдырар. Ол дегеніміз, сен қандай ер жүрек батыр болсаң да, егер сен айлакер болмасаң, сен соғыста бәрібір жеңілесің. Соғыста жеңіске жету үшін ең бірінші айлакер болу керек. Соғыс болсын, саясат болсын, егер жаудың күші басым болса, онда міндетті түрде айлакерлікке жүгіну керек. Украинаға да Ресейге қарсы айлакерлікті қолдану керек. Және бізге қазақтарға да айлакерлікті үйрену керек. Болашақта Украина қателерін қайталамау керек. Тағы да біраз көрермендер комментарийде жазып жатыр: сен Украинаны қайтесің деп. Неге Украинаны айта бересің, бізді қазақтың мәселесін айтпайсың ба деп. Украина тақырыбы бөлек. Мен қазақтың да мәселесін айтып жүрмін. Мен басқа видеоларымды қарасаңыздар, мен тіл мәселесін қозғап жүрмін, қоғамдағы кейбір мәселелерді, бала тәрбиесі туралы, экология туралы, ол тақырыптарды көп адам айта бермейді. Бұл тақырыптарда өте маңызды. Біздің табиғатымызды сақтап қалу, біздің балаларымызға дұрыс тәрбие беру, оның бәрі өте маңызды. Соның бәрін мен қозғап жүрмін. Ал Украина тақырыбы бөлек, ол да керек. Бірінші, бізге осының бәрінен сабақ алу керек. Украинаның қателерін болашақта қайталамау керек. Екінші, бізге
геосаясатты жақсылап түсініп алу керек. Болашақта саяси аренада әлемде өзімізді мойындату үшін, басқалар сыйлайтын субъект мемлекет болу үшін геосаясатты жақсылап үйрену керек. Украинаның қателерін қайталамау керек. Сол үшін мен сіздерге осының бәрін айтып отырмын. Және алдағы уақытта біздің басымызға сондай қатер төнсе, осының бәріне дайын отыру керек. Өтірікке сене бермей, пропагандаға сене бермей, ой, Ресей жеңіледі, Украина жеңеді, бізге еш дайындалудың қажеті жоқ деп, бізде соғыс болмайды деп. Жоқ, бізге әрдайым дайын болу керек. Осының бәрін түсіну үшін мен сіздерге бұл тақырыпты қозғап отырмын. Осының бәрін айтып отырмын. Өйткені интернетті ашып қалсаң, бүкіл жерде пропаганда. Американың, Украинаның пропагандасы. Олар сіздерге шындықты айтпайды. Ресей пропагандасы ол бөлек, ол басқа нәрсе. Оны сіздер менсіз жақсы білесіздер. Оған сіздер сенбейсіздер. Сондықтан мен оны қозғамаймын. Ал енді екінші жағынан Украина пропагандасы. Бірақ өкінішке қарай қазақтың бәрі соған сеніп отыр, соған алданып отыр. Осының бәрін бізге ажырата білу керек. Қай жерде шындық, қай жерде өтірік. Критикалық ой керек. Дұрыс объективті көзқарас керек. Бізге осының бәрін дұрыс анализ жасап, дұрыс түсініп, содан бір қорытынды шығару керек. Сол үшін мен сіздерге осының бәрін айтып отырмын. Алдағы уақытта Украина тақырыбын әлі жалғастырамыз. Украина соғысына қатысты әртүрлі мифтер бар, жалған пікірлер бар. Мысалы, Киев 3 күнде, Путин ақымақ, Ресей соғыса алмайды, Америка Ресейді әлсіретіп жатыр деген сияқты сондай қате, жаңылыс пікірлер бар. Солардың бәрін мен теріске шығарып. Сондықтан арнаға жазылыңыздар, келесі видеоларды күтіңіздер, келесі кездескенше.